Құрбаныңыз қабыл болмай қалуы мүмкін. Құрметті бауырлар, құрбан айт бұл жай ғана мереке емес. Бұл үлкен сынақ. Бұл жүректің, ниеттің, иманның сынағы. Көп адамдар ойлайды. Мал шалдым, болды, парызымды орындадым деп. Бірақ шын мәнінде құрбан шалу тек сыртқы амал ғана. Ал оның қабыл болуы мүлде басқа нәрсе. Алла тағала Құранда айтады. Олардың еті де, қаны да Аллаға жетпейді. Бірақ оған сендердің тақуалықтарың жетеді. Яғни ең маңыздысы сіздің жүрегіңіз. Бірінші себеп ниеттің бұзылуы. Егер адам құрбанды ел көрсін, мені мақтасын деп шалса, бұл амалдың сауабы жоқ. Құлшылық тек Алла үшін болуы керек. Рия, көрсету, амалдарды жоятын үлкен қауіп. Екінші себеп адал табыстың болмауы. Егер адам құрбандықты харам ақшаға алса, ол қалай қабыл болады? Адал емес жолмен келген дүние арқылы жасалған құлшылық толық болмайды. Үшінші себеп күнәдан тыйылмау. Адам құрбан шалады, бірақ сол күні де өтірік айтып ғайбат жасап харамға барады. Мұндай жағдайда амалдың рухы жоғалады. Төртінші себеп құрбанның шарттарын сақтамау. Кейбіреулер ең арзан, әлсіз малды алып болды деп ойлайды. Бірақ Аллаға ең жақсысын ұсыну иманның белгісі. Бесінші себеп тәкаппарлық. Мен құрбан шалдым, мен жақсымын деген ой қауіпті. Себебі бұл адамның жүрегіне кейбір менмендік кіргенін көрсетеді. Алтыншы себеп мұқтаждарды ұмыт қалдыру. Құрбан айттың мәні бөлісу. Егер адам тек өзіне қалдырып қойса, бұл мерекенің рухына қарсы келеді. Жетінші себеп дұғаның болмауы. Құрбан шалып болған соң дұға жасау өте маңызды. Бірақ көп адам осыны ұмытып кетеді. Құрбан айт бұл тек мал сою емес. Бұл жүректі тазарту, күнәлардан арылу, Аллаға жақындау мүмкіндігі. Бір сәт ойланып көріңіз. Сіз құрбанды кім үшін шалып жатырсыз? Адамдар үшін бе, әлде Алла үшін бе? Егер жүректе рия, мақтан, немқұрайдылық болса, ең үлкен құрбанның өзі де босқа кетуі мүмкін. Бірақ жақсы жаңалық бар. Егер адам шынайы ниетпен, адал жүрекпен, Алла разылығы үшін құрбан шалса, оның сауабы өте үлкен. Пайғамбарымыз Алланың оған сәлемі болсын айтқан. Құрбан айт күні жасалған ең сүйікті амал құрбан шалу. Сондықтан бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Осы құрбан айтта ниетіңізді түзеңіз. Таза, адал мал таңдаңыз. Мұқтаждарға көмектесіңіз. Дұға жасауды ұмытпаңыз. Ең бастысы жүрегіңізді тазалаңыз. Себебі Алла сіздің малға емес, жүрегіңізге қарайды. Құрбаныңыз қабыл болсын десеңіз, жүрегіңізді түзеңіз. Алла тағала баршамыздың құрбандығымызды қабыл етсін.